Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балықты қуырудың тәсілімен бөлісетін боламын. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, сонымен балықты қуыруға кірісеміз. Мендегі балық тазаланған, тұздалған, таза күйінде тұр. Бірден қуыра беремін. Мен осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Сіздерге де солай жасауға кеңес беремін. Осындай құрғақ ыдысқа аз ғана ұн сеуіп, одан кейін балықтарды салып, тағы да беткі қабатына ұнды сеуіп қуыруға кеңес беремін. Осылай қуырсаңыздар өте дәмді болады. Енді балықтарды қызып тұрған тападағы майға қуырып аламыз. Тапаға майды көбірек құюға кеңес беремін. Мен осындай шойын тапаға пісірдім. Сіздер де өздеріңіз осылай балық пісіретін тапаларға пісіруге кеңес беремін. Міне 7-8 минуттан кейін балықтардың астыңғы бөлігі қызарады. Сол кезде осылай екінші жағына ауыстырып пісіріп аламыз. Келесі процесстерді де осылай қайталаймыз. Ұнды сеуіп, балықтарды қойып, беткі қабатына тағы да ұн сеуіп, қуырып аламыз. Достар, менің каналымдағы келесі рецепттерді бірінші болып көру үшін осы каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, мен үнемі үй жағдайында осылай балықтарды осы рецептпен қуырамын. Сіздерге де кеңес беремін. Қазір видеоның соңында балықты қалай бұқтыру жолымен бөлісетін боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Достар, негізі осы адам организміне қажетті көп дәрумендер осы балықтың құрамында бар. Негізі көбірек балықты қуырып, асып, жеуге ұсыныс беремін. Келесі кезекте осы балықтың қасына мен картоп қосып қуырамын. Картоптарды тазалап, осындай жіңішкелікте турап аламын. Өте жіңішке етіп турасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте 2-3 пиязды осылай жіңішкелікте турап аламыз. Өте жіңішке болғаны дұрыс. Одан кейін тападағы балықтан ауысқан майға пиязды салып, жақсылап қуырып, үстіне өте жіңішке етіп туралған картошкамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. 10 минуттай, 15 минуттай қуыруға кеңес беремін. Су құймай қуырыңыздар. Достар, мінекей біздің картопымыз қуырылды. Осылай қуырылып 10-15 минут өткеннен кейін бір кесе су құйып жібереміз. Одан кейін қазанға аз ғана май құйып, пиязды салып, қара бұрыш сеуіп, қуырылып болған балықтарды осылай саламыз. Бір қабат балық саламыз, одан кейін пиязды саламыз, тағы да бір қабат балық, одан кейін пияз. Осылай процесті қайталаймыз. Пиязы неғұрлым көп болса, сол ғұрлым өте дәмді болады. Және осылай салып болғаннан кейін қазанның қақпағын жауып 20 минутқа өте аз газға қойып қоямыз. Газдың асты өте азда тұруы керек. Достар, мінекей біздің қуырылған, бұқтырылған балығымыз дайын. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Менің каналымдағы рецепттерді бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.